Сәлем жас физик, бүгін біз электр кедергісі мен магнит ағыны атты тақырыптарды біріктірген с-дан есепті шығаратын боламыз. Сонымен кеттік. Ұзындығы 10 см, ал көлденең қимасының ауданы 1,4 мм квадрат. Мыналарды айналдыру керек болады. Алюминий сымнан жасалған сақинаны қиып өтетін магнит ағынның өзгеру жылдамдығы 10 мВ бөлінген секунд болса, индукциялық ток күшін сұрап отыр. Бір қараның есеп шықпайтын сияқты көрінуі мүмкін, бірақ мына формуланы қолдансаң кішкене жеңілдейді. Яғни заряд егер көбейтсек электр кедергісіне алады екен магнит ағынын. Енді бұл жерде Q дегенімізге тең. Жалпы ток күші дегеніміз ол зарядтың уақытқа қатынас дейтін болсақ, осы жерден заряд табатын болсақ, онда ток күші көбейтілген уақыт болады. Көбейтеміз кедергі. Тең магнит ағыны. Бірақ бұл жерде V1 бөлінген секундта, сонда біз осы жерден I табатын болсақ, магнит ағынын уақытқа бөлеміз және кедергіге бөлеміз. Ал кедергі дегеніміз бұл жерде ол ρL бөлінген S. Үсті кетіп қалады. Мынау бізде бар, яғни есептің шарты бойынша. Енді қалғаны сан мәндерін қою ғана қалды. Яғни 10-3 дәрежесі. Аудан бізде берілген 1,4 көбейту 10-6 дәрежесі болып кетеді мына жер. Мында ромыз бізде қанша? 2,8 көбейтеміз 10-6 дәрежесі, және ұзындығымыз нешеге тең? 10 көбейту 10-2 дәрежесі. Так, қысқаратындар бар. Мыналар қысқарып кетті. 2 шықты, 10 мен 10 қысқарды. Сонда бізде қалғаны қанша? Мында -3 дәреже, плюс болып келеді. 2-ден 1 тағы бар. Сонда бізде 2-ден 1 көбейтеміз 10-1 дәрежесі дегеніміз ол 0,5 көбейту 10-1 дәрежесі. Яғни 0,5 көбейту 0,1 тең 0,05 ампер болып кетеді екен. Немесе бұл 50 милли ампер болады екен. Көп жауапты белгілеген кезде керек болады. Ал жігіттер қыздар, талдау қалай болды? Ұнаған болса лайк басып, достармен бөлісуді ұмытпа. Келесі талдауда кездескенше.